өзімнің тауып десем де болады енді. Дұрыс, енді қобалжымаңыз, тікелей эфир. Бірақ неғұрлым еркін отырсаңыз, соғұрлым ұтымды болады, жақсы болады, соғұрлым ұнау мүмкіндігі көбейеді. Неге Альмираны таңдадыңыз? Қорыққан жоқсыз ба? Наурызға қыз екен ғой деп. Жоқ, себебі Альмираның маған бір сөзбен айтқанда өте қарапайым қыз. Ешқандай адамға деген артық ойы жоқ. Жаңағы өзінің ойын ашық жеткізе алады. Ештеңеден қорықпайды десем де болады. Және де тік мінезді қыз. Өзіме сол себепті ұнап отыр. Бір сөзбен айтқанда қарапайым қыз. Иә, енді 3 шартты білесіз. Ол әуелі жас мәселесі. Жасыңыз қаншада? Құдай қаласа осы қаңтар айының 20-сында жасым 21-ге толады. 21-ге толады. Құрдассыңдар екен. Ал екінші мәселе, бойыңыз қандай? Енді мен ойлаймын, енді бойдың бұнда ешқандай қатысы жоқ деп. Мен де сөйтіп ойлап едім, бірақ Альмираның ойы басқаша. Енді бойым 1.70-тен асып. 1.70-тен асып. Құдайдың берген бойы, енді оған ештеңе істей алмайсың енді. Түсінікті. Жарайды енді. Қосылмайсың, ала алмайсың. Бой мәселесін шешуге болады ғой, бірақ мінезді не істейміз? Бір мінезі басым жігіт керек деп отыр. Мінез болғанда енді ол қалай болады енді? Мінезіңден бет алады көспейсің ғой енді. Оның өзінің жолдары болады ақырындап. Жақсы жағынан болады. Енді жаман жағына енді жоға алмаймын. Айра табам дейсің. Дұрыс. Енді Альмира, кезек сенде, баста. Қош келдіңіз, Айдос. Қош көрдік. Сонда 97-ші жылғысыз ба? 97-мін. Үйленуге әлі ерте деп ойламайсыз ба? Жоқ, ерте емес. 13-те отау естейді қазақ адам. Енді негізі өз ойым жас кезінде үйленген дұрысты. Себебі қайда басаң да, қайда жүрсең де, қасыңа жұбайыңды ертіп, өзіңнің бақытты жұбайыңмен бірге өмір сүрген ол ешқандай да ерте емес деп ойым. Өзімнің ойым. Жалпы немен айналысасыз? Қандай оқу орнын бітірдіңіз? Орта білімді бітіргем, колледж дейді. Кәсіби орта. Негізі сварщик бітіргем, бірақ қазіргі айналысып жүрген жұмысым музыкантпын, тойда өлең айтам. Және де өзімнің жеке бір бизнесім бар, жақында бастаған. Ол қандай бизнес? Оны енді құпия ма? Айтпай қойсам да болады енді. Ол өзім жеке енді бастадым да, әлі одан көз тиеді деп қорқасыз ғой. Иә, кейін таман біле жатарсыздар. Міне пиар үшін келмеген жігіт екені көрініп тұр. Жарнама жасайды дейді әйтпесе, міне мынандай кәсібім бар, менен тауар алыңыз дегендей. Дұрыс. Енді менің ойымша сіз Замираны білесіз ғой, иә? Біздің Замира міне жақта отырған. Осы кісіден менің ойымша қорқу керек, өйткені дәл осындай сөз айтқан жігітке кеше қатты сын айтып тастаған еді. Неге? Замира, өзіңе қайталашы сол сұрағыңды. Иә, кеше 19 жастағы бала келеді, сен деген әлі заочно оқып жатырсың, өзің фотографсың, анда-санда сенің күндегі жұмыстарың жоқ, өзің заочно оқып жатырып, сенің ата-анаңды асырайды ма, осы сұлуфанды асырайды ма, анау-мынауын төлей аласың ба деп мен оған, сенің құры ерігіп келгенсің деп мен оған талай айтып тастағанмын біраз. Тағы не едім кешем? Осындай сұраққа қалай жауап бересіз? Енді жарайды. Кәсібіңіз бар екен, орта білімді бітіріпсіз, кәсіби қазір ән айтып тойдан табыс аласыз, және шағын кәсібіңіз бар, енді басталған. Отбасын асырауға, ертең мысалы бала өмірге келгенде кәдімгі сол ең қажет дүниелерді әперіп қамтамасыз етуге дайынмын деп ойлайсыз ба өзіңіз? Әрине, енді дайын болғансын келіп отырмыз ғой. Не болса да енді бірге көреміз, жаңағы ыстықты да, суықты да енді. Дұрыс. Себебі енді қазақта сөз бар ғой. Енді ыдыс аяқсыз отырмай тұрмайды дей ма, қалай еді? Иә. Енді өзімнің өмірден көрген жаңағы тәрбием бойынша енді не болса да соны бірге көреміз. Себебі бұл өмірде тек қана жақсылық болмайды ғой. Себебі жақсылық пен жамандық бірге жүреді. Соны не болса да ақылмен шешіп, дұрыс жағынан түсініп, енді қараймыз. Келісесің бе соған, Альмир? Көрейік, иә. Жалпы, айтқан сөздеріңіз бәрі жақсы, ұнап отыр. Отбасыңызда қаншасыншы
баласыз және отбасыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Мен енді өте бақытты адам деп санаймын өзімді, себебі Құдай берген 3 бауырым, 3 қандасым бар. Үйдің үлкенімін. Енді яғни Құдай қаласа келін болып жатсаңыз, енді бас келін боласыз деген. Генерал боласың. бір сөзбен айтқанда, ешқандай қиналмайсыз, себебі бауырларым бар, көмектеседі кез келген жұмысқа. Бауырларым өте тәрбиелі. Жаңағы 98 жылғы бір бауырым бар, одан кейін 2002 жылғы қарындастарым. Енді қалғандары мектеп оқиды, ұсақ. Сондай. Ата-анаңыз біледі ма осында мені таңдап келгеніңізді? Ата-анам біледі, ата-анама айттым. Не туралы айттыңыз? Айттым, осындай бұйырса өзімнің бақытымды таптым, енді ұсыныс, енді үміткер болып барайын деп жатырмын, енді ар жағын өзі жаңағы Альмира өзі шешеді, бірақ мен шын ниетіммен барам, бірақ Альмираның шешімі маған маңызды деп сөйтіп айттым. Енді айтты, өзің білесің, өзіңнің жаңағы өмірің, өзіңнің жаңағы таңдауың, оған біз ештеңе дейміз, ең бастысы бақытты болсыңдар болды деп ақ батасын берді. Дұрыс. Қатысушылар болса? Қатысушылардан сұрақ болса? Ой, сұрақ таусылып қалды ма? Енді өзіме керек сұрақтарды. Осында отырып сендер мүмкін қазір өмірлік жарың отырған шығар ана жерде. Саған ең маңызды мәселелерді біліп алмайсың ба? Жоқ, өзіме керек. Сен мысалы қызғаншақсың ба деген кешегі өзекті бір мәселе болды сенде. Сен ертең үйленгеннен кейін қыдырмайсың ба деп дұрыстап сұрап алсашы. Мен кешегі мәселеге тоқтала кетсем, кеше мен осылай айтқан болатынмын, егер көрсеңіз, маған қатты қызғаншақ жар болса, мені қатты қызғанса, өте қатты ұнайды, сол махаббаттың символы ретінде көремін деп айтқан болатын. Сіз ол жағынан қалай? Қызғанасыз ба, қызғаншақсыз ба жалпы өмірде? Енді қызғаншақты мен өзім 3 түрге бөлем. Жаңағы анаңды қалай сыйласаң, және әйеліңді солай сыйлау керек. Жаңа қарындасыңды қалай тәрбиелесең, жаңа әйеліңді, болашақ жарыңды солай тәрбиелеу керек. Жарыңды қалай жақсы көрсең, әйеліңді солай, қызды қалай жақсы көрсең, жаңа қыз баласын, әйеліңді солай жақсы көру керек. Енді қызғаншақтық деген ол қалай? Енді бет албата қызғанбайсың ғой, енді әр нәрсенің өзінің орны болады. Жаңағы қысқа киінсе айтасың ғой, енді қыз баласы деген тізесінен төмен киім кию керек. Жаңағы түннің бір уақытына жүрмеу керек. Жаңағы қайда барса да күйеуімен ақылдасып, жаңағы күйеуінің ақылын айтып, жаңағы солай жүрсе, ол ешқандай. Мен мысал келтірейін, мысалы қызғаншақтың. Мына Сәкен деген жігіт кім дейді? Ол қатысушы дейді, бірге отырамыз. Неге ол саған жаза береді? Сен оған үміткер болып барыпсың ғой. Не деген сұмдық, араласпа Сәкенмен дегендей ғой. Түсінбедім, қайтын айтып Мысалы Альмира біздің Сәкенге үміткер болып келген басында, білсеңіз. Ал енді Сәкен соған енді дос ретінде бірдеме жазуы мүмкін, бірдеме жіберуі мүмкін. Сонда мысалы неге осы Сәкенмен араласасың, мен саған тыйым салам деп айта аласың? Енді дос ретінде болса, онда болады енді. Жоқ, дос ретінде деп айтады ғой, бірақ ар жағын білмейсіз ғой. Енді мен өзім енді